Ақша психологиясы. Кіріспе. Жер ғаламшарындағы ғажайып шоу. Колледжде оқып жүргенімде Лос-Анджелестегі жақсы бір қонақ үйде жұмыс істеген едім. Бізге технология саласының маманы, лауазымды бір адам жиі мейман болып келетін. 20 жасында-ақ Wi-Fi роутерлерінің негізгі компонентін жасап, патенттеп алған дарынды адам. Бірнеше компания құрып, қайта сатып жіберген. Өте табысты жан. Оның ақша жұмсау әдетін еш нәрсенің парқын сезінбейтін кішкентай баланың аңғалдығына ұқсатушы ем. Қалыңдығы бірнеше дюйм, бір бума $100 банкноттарды оңды-солды жұмсап, алаңсыз жүре беретін. Басқалардың жақтырмағандығында шаруасы болмаушы еді. Көбінесе мас күйінде байлығын айтып, елдің бәріне мақтанатын. Бір күні менімен бірге жұмыс істейтін бір жігіттің қолына бірнеше $1000 ұстатып, көшенің төменгі жағындағы зергерлік дүкенге бар да, $1000 тұратын біраз алтын монета әкеп берші деді. Бір сағаттан кейін қолында бір уыс алтын монетасы бар әлгі бастық мырзамыз тынық мұхитына қарайтын айлақта жолдастарымен бірге монеталарды судың бетіне құлаштай лақтырысып, кім алысқа жеткізе алады деп даурығып тұрды. Көңіл көтеру үшін ғана. Бірнеше күннен кейін ол қонақ үй мейрамханасындағы шамды сындырып алды. Менеджер шамның $500 тұратынын, оны төлеу керек екенін айтты. Немене, менен $500 сұрап тұрсың ба? Деді бастық мырза бір түрлі сеніңкіремей қарап. Сонан соң қалтасынан бір уыс ақша шығарды да менеджерге ұстата салды. Мә, мынаны алда, қараңды батыр. Ендігәрі мені бүйтіп масқара қылушы болма. Ол сонда осылай қанша уақыт жүрді деп сұрауың мүмкін. Ұзақ жүрмеді деп жауап берем. 1 жылдан кейін оның тақырға отырғанын естідім. Бұл кітаптың негізгі түйіні мынадай. Ақшаны орнымен жұмсау сенің қаншалықты ақылды екеніне аса байланысты емес. Мінез құлқыңның қандай екеніне көбірек байланысты. Алайда ақылды деген адамның өзіне орнықты мінез құлықты қалыптастыру қиын. Өз эмоцияларын бақылаудан қалған данышпан қаржыдан жұтап, кедейленуі мүмкін. Керісінше болуы да ғажап емес. Интеллекттің тұлғалық өлшемдеріне еш қатысы жоқ мінез құлық дағдыларын меңгерген, қаржы туралы ешқандай білімі жоқ қарапайым жан да байып кетуі мүмкін. Менің Википедиядағы өзіме ұнайтын мақалаларымның бірі былай басталады. Рональд Джеймс Рид, америкалық филантроп-инвестор, аула сыпырушы және жанармай бекетінің жұмысшысы болған. Рональд Рид Вермонт елді мекенінде дүниеге келген. Өзі отбасында орта мектепті толық аяқтаған алғашқы адам. Оның күн сайын мектепке жолшыбай кездескен көлікпен баратыны ерекше әсер қалдырады. Рональд Ридті білетіндер оның айтарлықтай ерекше адам болмағанын айтады. Оның өмірі тым қарапайым. Рид жанармай бекетінде 25 жыл бойы көлік жөндеді. 17 жыл бойы GSP Penny кәсіпорнында еден жуды. 38 жасында $12,000 2 жатын бөлмесі бар үй сатып алып, өмірінің соңына дейін сол жерде тұрды. 50 жасында әйелі қайтыс болып, одан кейін ешкімге үйленбеді. Достары оның сүйікті ермегі отын жару болғанын айтады. Рид 2014 жылы 92 жасында қайтыс болды. Дәл сол кезде ауылда тұратын қарапайым аула сыпырушы жайлы аңыз бүкіл әлемді шулатты. 2014 жылы 2,813,503 америкалық дүниеден өтті. Олардың 4 мыңдайының артында $8 миллион жиған терген ақшасы қалды. Рональд Рид солардың бірі болды. Бұрынғы аула сыпырушы өз өсиетінде $2 миллион асыранды ұлдарына, $6 миллион көбірек ақшасын жергілікті аурухана мен кітапханаға қалдырыпты. Редті білетіндер таң тамаша болды. Ол осынша ақшаны қайдан алған? Оның еш құпиясы жоқ екен. Лотереядан ұтпаған, мұрагерлік арқылы алмаған. Ред шамасы жеткенше ақшасын аз-аздан үнемдеп, көгілдір фишкаға салып жүрген. Сөйтіп ондаған жылдар бойы жиналған ақшасы $8 миллион бірақ жеткен. Бар болғаны осы. Аула сыпырушыдан филантропқа айналып шыға келді. Рональд Рид қайтыс болардан бірнеше ай бұрын жаңалықтарда Ричард деген адам жайлы айтылып жүрген. Ричард
Фуксоне де Рональд Ридке бұйырмаған байлық болған. Ол Харвардта білім алып, MBA дәрежесінде Merrill Lynch банкін басқарған. Ричардтың қаржы мансабында бағы жанып 40 жасында филантроп болып шыға келген Merrill Lynchтің бұрынғы бас директоры Дэвид Комански Фуксонені пысық көшбасшы дағдылары бар зерек адал адам деп мақтаған. Крейнс бизнес газеті оны 40-қа жетпеген 40 табысты бизнесменнің тізіміне енгізген. Бірақ одан соң бәрінің астан-кестені шықты. 2000 жылдардың ортасында Фусконе Коннектикут штатының Гринвич қаласында 11 ваннасы, 2 лифтісі, 2 бассейні, 7 гаражы және ай сайынғы коммуналдық төлемі $90,000 болатын үй тағы да 18,000 шаршы футқа кеңейту үшін несие алады. Содан 2008 жылғы қаржы дағдарысы басталады. Дағдарыс кезінде бәрінің дерлік шаруасы шатқаяқтап қалды. Фусконенің де жағдайы мәз емес еді. Қарызға белшесінен батқан, активтері жарамсыз, ақыры банкрот болып тынды. Қазір менде дым кіріс жоқ, дептіңіз 2008 жылы өткен банкрот болуына қатысты сот кезінде. Әуелі оның Пальм жағалауындағы үй тәркіленді. 2014 жылы Гринвичтегі зәулім үйіне де кезек келді. Рональд Рид жиған тергенін қайырымдылыққа өткізерден 5 ай бұрын Ричард Фусконенің меймандар жабық бассейні бар мөлдір шынылы үйде кешкі ас ішіп, билеудің өзі бір ғанибет деп еске алатын үйі қарызын қайтару аукционында сақтандыру компаниясы бағалаған құннан 75%-ға арзан сатылып кетті. Рональд Рид табанды, ал Ричард Фусконе сараң болды. Екеуінің арасындағы білім мен тәжірибенің орасан зор алшақтығын еске алмауға осының өзі жеткілікті еді. Бұдан Рональдқа көбірек, Ричардқа азырақ елікте демеймін. Әйтсе де, бұл жаман кеңес емес екен. Бұл оқиғалардағы қызықты нәрсе олардың қаржыға қатысты ерекше көзқарасы. Колледжде оқымаған, пайдалы машығы жоқ, біліксіз, не тәжірибесі жоқ, не тамыр танысы жоқ біреу керемет білімді, әбден машықтанған, тамыр таныстарды көп адамнан озып кету үшін басқа қандай салада жүруі керек еді. Мен барынша жан-жақты ойлануға тырыстым. Рональд Рид Харвардта білім алған мықты хирургке қарағанда жүрек алмастыру отасын керемет жасайды. Немесе өте білікті сәулетшіге қарағанда зәулім ғимараттың сызбасын тамаша сызады деген оқиға ойлап табу мүмкін емес. Аула сыпырушы әлемдегі ең мықты ядролық физика инженерінен асып түсіпті деген әңгіме ешқашан айтылмайды. Алайда инвестиция саласында мұндай оқиғалар болып тұрады. Рональд Рид пен Ричард Фусконенің таразының екі басында болуының екі түсіндірмесі бар. Біріншіден, қаржы нәтижелері интеллект пен талпынысқа емес, адамның бағына байланысты. Бұл белгілі бір дәрежеде шындық, мұны осы кітапты егжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Екіншіден, жиі кездеседі деп ойлаймын. Қаржы табысы нақты ғылым емес. Бұл білгеніңнен гөрі өзіңді қалай ұстайтының маңызды болатын нәзік дағды. Мен осы нәзік дағдыны ақша психологиясы деп атаймын. Бұл кітаптың мақсаты қысқаша оқиғаларды мысалға ала отырып, нәзік дағдының ақшаның техникалық жағына қарағанда әлде қайда маңызды екеніне көз жеткізу. Мен мұны Ридтен Фусконеге дейінгі және олардан кейінгі барлық адамға қаржы табудың жақсы шешімдерін жасауға көмектесу үшін істемекпін. Біз осы нәзік дағдыны жете бағалай алмайтынымызды ұқтым. Қаржы мәселесін көбінесе математикаға сүйенген білім ретінде үйретеді. Мәліметтерді формулаға саласың. Формулалар саған не істеу керегін айтады және не істеуің мүмкін екенін болжайды. Бұл 6 айға жететін қосымша қорым қалды. Енді жалақымның 10%-ін жинауым керек дейтін жеке адамның қаржы мәселесінде керек болады. Бұл пайыз мөлшерлемелері мен баға арасындағы нақты тарихы корреляцияны білген кездегі инвестицияда ұтымды болмақ. Сондай-ақ қаржы директорлары капиталдың нақты құнын анықтай алатын жалпы қаржыда өз нәтижесін береді. Бұл осы нәрселердің қайсысының жаман не болмаса жақсы екенін айқындай алмайды. Себебі не істеу керек екенін білу, сол нәрсені істеу, тырысып жатқанда миындағы әрекеттер жайлы нақты білу деген сөз емес. Саған қызық болса да болмаса да мынада екі тақырып жұртты бейжай қалдырмайды. Ол денсаулық пен ақша.
Денсаулық сақтау индустриясы әлемдегі өмір сүру ұзақтығының артуы заманауи медицина ғылымының салтанатты жеңісі болды. Ғылыми жаңалықтар дәрігерлердің адам тәнінің қалай жұмыс істейтіні жайлы таптаурын әдіс-тәсілдерін орнын алмастырып, соның арқасында көп адамның денсаулығы жақсарды. Инвестиция, жеке қаржы, бизнес жоспар секілді ақша индустриясы басқа нәрсе. Соңғы 20 жылда қаржы мәселесі алдыңғы қатарлы университеттердегі ең ақылды адамдардың назарын аударды. 10 жыл бұрын Принстон инженерлік мектебіндегі ең әйгілі мамандық қаржы инженерингі болды. Мұның ең мықты инвесторлар қатарынан көрінуімізге септігін тигізгеніне қандай да бір дәлел бар ма? Ондай дәлелдің бірін мен көрмеппін. Жылдар бойы сынақтар мен қателіктерді бастан өткере жүріп, табысты фермер, тәжірибелі сантехник, озат химикке айналдық. Алайда сынақтар мен қателіктеріміз бізді жеке қаржы саласында мықты болуға үйретті ме? Қарызды азырақ алып жүрміз бе? Бір күні керек болып қалар деп ақша үнемдеп жүрміз бе? Зейнеткерлікке дайынбыз ба? Ақшаның сенің бақытың үшін қандай маңызы бар екеніне, оның өмірінде не істеп не қоятынына назар аудар. Мен ешқандай көңілге қонымды дәлел көрмедім. Меніңше мұның басты себебі ақша туралы эмоциялар мен нюанстары бар. Психологиялық тұрғыдан емес, ережелері мен заңдары бар. Физикаға көбірек ұқсайтын тәсілмен ойлаймыз. Әрі бізді солай үйретіп тастаған. Мен үшін бұл бір әрі қызық, әрі маңызды. Ақша барлық жерде бар. Ол бәрімізге әсер етеді. Көбіміз оның шырмауында қаламыз. Кез келген адамның бұл жайында өз пікірі бар. Ақша өмірдің кез келген саласындағы тәуекел, сенімділік және бақыт секілді нәрселер жайлы түсінік қалыптастырады. Қаржы туралы тақырыптардың біразы адамдардың ақшаға қатысты тосын әрекеттерінің мәнін тереңірек түсінуге көмектесетін әдіс-тәсілдер туралы баяндайды. Бұл жер ғаламшарындағы ең керемет шоудың бірі. Менің ақша психологиясына қатысты жеке түсінігімнің қалыптасқанына 10 шақты жылдан асты. Қаржы тақырыбын қаузауды 2008 жылдың басында қолға алдым. Бұл соңғы 80 жылдағы қиын-қыстау рецессия кезеңі еді. Не болғаны туралы жазу үшін мен не болғанын білгім келді. Алайда қаржы дағдарысынан кейін бірінші білген нәрсем енді не істеу керегін білмек тұрмақ. Ешкім не болғанын немесе неліктен бұлай болғанын да жартып түсіндіріп бере алмайды екен. Әрбір жақсы түсіндірмеге тура сондай сенімді терістеу табылып отырды. Инженерлер белгілі бір аймаққа шектен тыс күш әсер ететін болса, сол аймақ қирайды деп көпірдің құлау себебін түсіндіріп бере алады. Физикада дау жоқ, бәрі заңға бағынады. Ал қаржы өзгеше. Ол адамдардың мінез-құлқына арқа сүйейді. Әрекетім өзіме дұрыс көрінгенімен өзгеге ақмақтық тәрізді көрінуі мүмкін. Қаржы дағдарысы жайлы көбірек оқып, көбірек жазған сайын оны қаржы емес, психология және тарих линзасы арқылы жақсырақ түсіне алатынымызды аңғардым. Адамдардың неліктен қарызға белшесінен бататынын түсіну үшін пайыз мөлшерлерін зерттеудің керегі жоқ. Онан да сараңдық, сенімсіздік пен оптимизмнің түп тамырын зерделеген жөн. Инвесторлардың неліктен аю нарығы кезінде қолда бар дүниелердің барлығын сатып жіберетінін түсіну үшін болашақтағы пайданың, кірістің есеп-қисабын зерттеудің керегі жоқ. Онан да отбасыңды қалай асырайтынмын деп жанталасатыныңды ойла. Өзіңнен инвестицияларым олардың болашағына қауіп төндірмей ме деп сұра. Маған Вольтердің тарих ешқашан өзін қайталамайды, адам әрқашан білгенін істейді деген ескертуі ұнайды. Мұны ақшаны қалай жұмсайтынымыз туралы мәселеде назарда ұстауымызға болады. 2018 жылдары мен ақша жұмсау кезінде адамдарға әсер ететін ең маңызды 20 кемшілікті қате түсінік пен себепті сипаттап баяндама жаздым. Бұл кітап ақша психологиясы деп аталады. Мұны миллионнан аса адам оқып шықты. Кітаптың әрбір тақырыбы тереңнен ой қозғайды. Кітапқа баяндаманың біраз қысқа үзінділерін өзгеріссіз енгіздім. Қолымдағы кітаптың 20 тарауының әрқайсысы ақша психологиясында өзім ең маңызды деп есептеген және көбінесе ақылға қона бермейтін нәрселерді сипаттайды. Тараулар жалпы тақырыпты қозғағанымен әрқайсысын жеке-жеке оқысаң да түсінікті. Кітап көлемі шағын. Мархабат, кітапты соңына дейін оқымай жауып тастайтын оқырмандар да бар. Бір тақырыпқа 300 бет арнаудың қажеті жоқ. Сондықтан соңына дейін жеткізбей тастап кететін ұзақ бір тараудан гөрі әрқайсысын тап-тұйнақтай етіп баяндайтын қысқа-қысқа 20 тарау жасайын. Ал кеттік.